Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Енді зейнетақы төлемдері мен жәрдемақылар туралы ақпаратты екінші деңгейлі банк қосымшалары арқылы алуға болады, деп хабарлайды Халық үні тілшісі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі алынатын зейнетақы және әлеуметтік төлемдер, жәрдемақылар туралы анықтама беру процесін автоматтандырды. Енді бұл қызмет екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары арқылы қолжетімді. Бұрын бұл ақпаратты тұрақты тұратын жері бойынша азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік коррупциясы КЕАК бөлімшелерінен алуға болатын еді. Қызметті автоматтандыру қажеттілігі үлкен сұранысқа ие болып, тек 2022 жылы 210 мыңнан аса адам анықтама алды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.